Бұлар деген бар ғой, ана халықты байлау үшін бар ғой, енді халықтан естімеген нәрселерді, олар енді күнде естіп жүрген, ана атасының әжесінің әңгімесінен гөрі анау естімеген нәрселер қызық қой олар. Енді олар жаңа психологтардың кошелек жасыл носки деген жаңа басына сатқандары бар ғой. Олардың бәрі анау фин шуйдың заттары ғой, жаңа не дизи моншақтары деген. Оны біліп болдым мен, сол фин шуйдың заттарын сатады екен де. Енді мен эфирден айтқаннан кейін ол қызыл кошелек өтпей қалды аналардың. Жаңағыдай несі өзі білді ғой басқа. Енді олар басқа әдіске көшті. Енді сары ат дегенді пайда болды. Мына атты алады, ол базарда 500 теңге тұрады. Оларға 10 мың теңгеге сатады. Осы атқа дейді, тілегіңді жазып дейді. Тілегіңді жазып орындасаң сенің арманың орындалады деп. Ой, бұл сайтанның бар ғой. Айтады ғой, баяғыда бір ертекте оқиды едік Алпамыс батырына. Қулығына құрық бойламаған мыстан кемпірдің айлаларын жасайды ғой былай. Заманның трендінен қалмаймын десеңіз, Talim Trendті көріңіз. Talim Trendте айтылған әңгімелердің толық нұсқасын көргіңіз келсе, Talim Trend қосымшасын ұялы телефоныңыздағы App Store немесе Play Market'тен көшіріп ала аласыздар.